Барлықтарыңызға сәлем. 40 күндік челленджге қош келдіңіздер. Жаңа жылға дейін сіздер 40 күн бойы үйде қарапайым өмірден әдемі контент жасауды, видео, фото түсіруді үйренесіздер. Сіздерге идея беріп отырамын, сіздер соларды қайталап жасап, әдемілікті көруді үйренесіздер. Ал екінші бағыт, яғни сіздер блогты бастап жүргізгісі келіп жүрген, неден бастарын білмей жүргендерге күшті тапсырмалар беріліп отырады күнбе-күн. Соны жасау арқылы сіздер уже блог жүргізуге, оны дамытуға күнде-күн қадамдар жасап отырасыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бірінші күннің сабақтары жүктелгеннен кейін WhatsApp чат ашылады. Сол жақта бір-бірлеріңізді қолдап, тапсырмаларды жіберіп, сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Так, бүгін бірінші күн, яғни сіздер ең бірінші телефоныңызды дұрыстап алыңыздар, иә. Фото, видео түсірген кезде міндетті түрде камераны сүртесіздер. Оны білесіздер. Мен қайтадан айта беремін, оны жалықпаймын айтуға. Келген киіммен, матамен сүрте жүрсеңіз болады. Ең айғыз қалдырмайтын вариант ол кәдімгі қағаз салфетка. Күнге қараған кезде, яғни ешқандай айғызы, ешқандай ізі болмау керек, иә. Екінші базовый настройкалерді қосып қойайық. Кәдімгі настройкаға кіресіздер, камераға кіресіздер, иә. Запись видео деген 1080 мен 60 кадр тұра берсе болады. Немесе 4К қосып қойға болады. 4К-ның 4К мен түсіретін болсаңыздар, сіздің телефоныңыз памяті тез толып қалады. Сол себепті 1080-ді қолданамыз. 4К-ны прям андай монтаж жасаған кезде, жақындатып, алыстатып, сөйтіп жасайтын кезде қолдануға болады оны. Бірақ бізге 1080 жарайды. Осы жердегі стабилизация болса қосып қойсаңыз болады. HDR деген видеоны сөндіресіздер міндетті түрде. Так, мына жақта болды, иә. Так, киноэффектте тоже 1080-ге қойсаңыз болады, немесе 4К қараңыздар, иә. Телефоныңыздың памяті жақсы болса 4К қойсаңыздар болады. Так, форматы высокоэффективныйға да тұрсын. Так, сохранение настроек деген жерде, бұл жерде режим камеры, творчество, управление глубиной дегенді қосып қойсаңыз болады. Егер сізде киноэффект болатын болса, макро, автомакро. Корректировка, экспозиция деген бізге керегі сол. Сол болса, соны қосып қойыңыздар, иә. Так, қалғаны бізге керек емес. Так, мына жақта сетка қосып қоясыздар, чтобы кадрды көріп отыру үшін. Уровень болса қосыңыздар. Потом мына жақта так, болды, иә. Осыларды базовый настройкалерді қосып қойыңыздар. Бұл базовый настройкалер, яғни осыны ғана қолданып